Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен Назгүл. Бүгін күзгі алмадан десерт дайындайтын боламыз. Десертті жасауға кіріспес бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен алманың сыртын ортасындағы дәнегінен тазалаймыз. Десертімізге қант қосудың қажеті жоқ, өйткені алмалар өте дәмді болып келеді. 1 килограмм алмадан жарты килограмм тазартылған алма шықты. Оған 50 мл су құйып, орташа отта алма жұмсарғанша қайнатамыз. Алманы араластырып тұруды ұмытпаймыз. Жұмсарғаннан кейін суығанша қойып қоямыз. Алма суығанша желатинді алып 70 мл сумен бұқтырып қоямыз. Десертімізді дайындауға арналған ыдысты алып, асхана пленкасымен ораймыз. Алма суығаннан кейін оны пюре қылып еземіз. Алманы езіп болғаннан кейін үстінен бұқтырылған желатинді құямыз. Сосын барлығын миксермен еземіз. Езілген сұйықтықты алдын ала дайындалған ыдысқа құйып, бетін жауып, тоңазытқышқа 2 сағат көлемінде қойып қоямыз. Достар, 2 сағат өтті, біздің десертіміз қатты. Бөлек ыдысқа аударып, кесіп, қалауыңызша кокос түйіршіктерін сепсеңіз болады. Дәмі өте керемет әрі дәмді болып шықты. Шаймен ішсеңіздер болады. Ас болсын, достар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Рахмет.